Жантақ өсімдігі шөл-шөлейт жерлерде өседі. Оның алуан түрі бар. Мәселен, Америка шөлінде 7 түрі, тмд елдерінде 5 түрі, Қазақстанда 4 түрін кездіруге болады. Қазақстанда көбіне Каспий, Арал, Ембі, Ертіс, Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Мойынқұм, Іле-Шу, Балқаш, Алакөл аймағында өседі. Қазақстанның оңтүстік және орталық аймақтарында қырғыз жантағы және сирек жапырақты жантақ түрі, ал республикамыздың батыс бөлігінде парсы жантағы көп кездеседі. Бұл өсімдік тек малға ғана азық емес, оның адамды дертінен айықтыратын емдік қасиеті де бар. Емдік қасиеті жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Жантақ шөбінің тамыры да, оның сабағы мен масақтарының да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, флавоноид, сапонин заттары, қант, суда еритін